Біздің үшінші лекциямыздың тақырыбы инклюзивті білім беруде ақпараттық технологияларды пайдалану. Жоспар, білім беруді жаңарту жолдары, инклюзивті білім беруде ақпараттық технологияларды пайдалану және ерекше білім беруді қажет ететін балаларды ақпараттық технология арқылы оқыту нәтижесіне пайда болатын мүмкіндіктер туралы айтатын боламыз. Білім беруді жаңарту жолдары. Білім беруді жаңартудың ең негізгі мақсаты білім алушылардың оқу нәтижелерін жетілдіру болып табылады. Ал ендеше келесідей білім беруді жаңартудың жолдарын қарастырып өтейік. Инновациялық әдістерді қолдану, оқыту әдістеріне жаңа технологиялар мен тәсілдерді енгізу арқылы білім сапасын арттыру. Мысалы, жобалық оқыту, зерттеуге негізделген оқыту, ойын арқылы оқыту сияқты әдістерді пайдалану болып табылады. Ақпарат технологияларды пайдалану, білім беру процесін тиімді ету үшін цифрлық платформалар мен құралдарды қолдану. Мысалы, онлайн курстар, бейне сабақтар, виртуалды шындық және жасанды интеллект. Инклюзивті білім беру әрбір баланың жеке қабілеттері мен қажеттіліктеріне қарай қолдау көрсететін оқыту жүйесін дамыту. Ерекше білім беру қажеттіліктері бар балаларға білім алуға қолжетімді жағдайлар жасау болып табылады. Білім беруді жаңарту жолдары. Білім беру мазмұнын жаңарту қазіргі заманға сай бағдарламалар мен оқулықтар әзірлеу болып табылады. Оқушыларды өздігінен ойлауға, мәселелерді шешуге және сыни тұрғыдан қарауға үйретеді. Мұғалімдердің біліктілігін арттыру, ұстаздарды жаңа әдістемелер мен технологиялар пайдалануға үйрету болып табылады. Бұл оқушылардың білім деңгейін арттыруға ықпал етеді. Инклюзивті білім беруде ақпараттық технологияларды пайдалану. Инклюзивті оқытуда мұғалім оқушылардың жас ерекшеліктеріне сәйкес оқыту мен оқу туралы білу, жаңа технологияларды игеріп, оқушының таным мен қызығушылығын арттырып, ақпараттық коммуникативтік технологиялардың келешек ұрпақтың жан-жақты білім алуына іскер әрі талантты, шығармашылығы мол, еркін дамуына жол ашатын педагогикалық психологиялық жағдай жасау үшін тигізер пайдасы аса мол болып табылады. Жасанды интеллект арқылы дербестендірілген білім беру жүйелерін құру, оқушылардың білім деңгейін таңдау арқылы жеке қажеттіліктеріне сәйкес тапсырмалар мен материалдарды ұсыну. Виртуалды және кеңейтілген шындық. Оқушыларға шынайы тәжірибелерге жақын жағдайлар жасау. Бұл оқушыларға ақпаратты түсінуді жеңілдетіп, оқу процесіне белсенді қатысуға мүмкіндік береді. Инклюзивті білім беруде ақпараттық технологияларды пайдалану. Мультимедиалық материалдар, яғни ерекше білім беру қажеттілігі бар оқушыларға арналған бейнематериалдар, анимациялар және ойындар арқылы ақпаратты қолжетімді әрі қызықты етіп жеткізуге болады. Арнайы бағдарламалар, көру, есту және сөйлеу қабілеті шектеулі балаларға арналған оқыту бағдарламалары, мысалы, аудиокітаптар, арнайы оқу бағдарламалары және интерактивті тақталар. Инклюзивті білім беру технологиялары бұл оқу процесінде ерекше білім беру қажет ететін бар оқушыларды қолдауға бағытталған құралдардың, өнімдер мен қызметтердің кең ауқымы. Инклюзивті білім беру технологияларының мысалдары төмендегідей. Яғни ассистивті технологиялар ерекше білім беру қажеттілігі бар оқушыларға шектеулерді жеңуге және оқу процесіне қатысуға көмектесетін бағдарламалық жасақтама, құрылғылар және басқа құралдар болып табылады. Әмбебап оқыту дизайны, оқыту материалдарды оқу ортасына әзірлеу тәсілі, бұл олардың қабілеттеріне қарамастан барлық оқушыларға қолжетімді етеді. Инклюзивті білім беруде қолданылатын технологиялар, деректерге негізделген оқыту, оқытуды жекелендіру және олардың жеке қажеттіліктерін қолдау үшін оқушы деректерін пайдалану. Жасанды интеллект, яғни жеке оқыту бағдарламаларын құру, кері байланыс беру және оқушыларға қолдау көрсету үшін жасанды интеллектті пайдалану. Онлайн оқыту, ерекше білім беру қажеттілігі бар оқушыларға орналасқан жеріне қарамастан білім алуға қолжетімділікті қамтамасыз ету үшін онлайн платформалар мен ресурстарды пайдалану болып табылады. Ерекше білім беру қажеттігі бар оқушыларды ақпараттық технология арқылы оқыту нәтижесінде пайда болатын мүмкіндіктер. Оқыту материалдарын бейімдеу. Ерекше білім беру қажетін балалар қажеттіліктеріне сәйкес білім мазмұнын бейімдеп, әр балаға қолайлы жағдай алуға мүмкіндік тудыру.
өздігінен білім алу мүмкіндігі, интерактивті технологиялар арқылы оқушылар өз бетімен білім алу процесін жүргізе алады. Бұл балалардың жеке дамуын қолдап, оларға ықпал жасайды. Инклюзивті білім беру технологияларын қолданудың артықшылықтары: қолжетімділікті арттыру. Инклюзивті технология бар оқушыларға олардың мүмкіндіктеріне қарамастан білім беруді қолжетімді алады. Оқу үлгерімін арттыру. Зерттеулер, инклюзивті технологиялар қолдану ерекше білім беру қажет ететін бар оқушылардың үлгерімін арттыруға келуі мүмкін екенін көрсетеді. Мотивацияны арттыру. Инклюзивті технологиялар ерекше білім беру қажет бар оқушылар үшін оқуды ынталандыратын және қызықты ете алады. Әлеуметтік инклюзияны арттыру. Инклюзивті технологиялар ерекше білім беру қажеттілігі бар оқушыларға мектеп қауымдастығына көбірек қатысуға көмектеседі. Қорытындылайтын болсақ, инклюзивті білім беру технологиялары ерекше білім беру қажеті бар оқушыларға оқуда табысқа жетуге көмектесетін қуатты құрал болып табылады. Инклюзивті білім беру әр оқушының жеке ерекшеліктері мен нақты қажеттіліктеріне қарамастан сапалы білім алуға мүмкіндігі бар ортаны құруды білдіреді. Инклюзивті қамтамасыз етудің маңызды құралдарының бірі білім беру технологиялары екені анық. Назарларыңызға рахмет.